Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен алмалы бәліш шарлотка деп аталатын пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл рецепті мен 2 жылдан бері пайдаланып келемін. Өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқамыздың үстіне қантымызды саламыз, содан соң жақсылап миксермен араластырамыз. Аппақ болып көтерілгенше шамамен 3-4 минуттай араластырамыз. Одан соң қаймағымызды және де сұйық майымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнымызға қопсытқышты қосып, осы жұмыртқалы массамызға салып араластыратын боламыз. Ұнымызды бірден салып жібермейміз, оны 3-ке бөліп араластырып тұрамыз. Ұсақтап туралған алмамызды дайын қамырымызға салып, астынан үстіне араластыратын боламыз. Қамырды ыдысқа салып, жақсылап бетін тегістеп шығатын боламыз. Пирогымыздың беті әдемі болып шығу үшін осылай жұқалап туралған алмалармен бетін әдемілеп шығатын боламыз. Пирогымызды алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 50-60 минуттай пісіріп аламыз.
Мінекей пирогымыз дайын болды. Өте дәмді әрі өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Каналыма лайк басып тіркеліп қойыңыздар.